Ау. Үндемеші енді, қоя тұршы. Мына түрімізбен бұл мәселені шеше алмаймыз. Түкті істей алмаймыз. Басеке, сәл ұстамды болшы. Ол жерді көрдік, әлгі адам жоқ болып шықты. Түсінікті ғой, есін жиды да тайып тұрды. Ал сен өлді деп ойладың. Ұқтың ба? Үйіңе бар, Басеке. Үйде бүгінгі оқиғаны ешкімге тірі жанға айтушы болма. Сыр білдірме, ұқтың ба? Басеке. Басеке, сен бүйтіп сыртта жүрсең, жем сені тауып алады да өзіңді өлтіреді. Түсінемісің? Ал жүр, үйіңе қайт. Отыр, кел, отыр. Қане. Сасқалақтама, жарай ма? Байқап жүргіз. Жүкті екеніңді ұмытпа. Аш. Тыңда. Бұлай болсын. Сен Нилайдан хабар алдың да, баланы үйге қалдырып, әпкеңе бардың. Ол жерде жолда көлік бұзылды. Немесе, білмеймін енді, өзің бірдеңе дей салшы. Жарай ма? Қазір үйге барда менен хабар күт. Келістік пе? Ешкімге ештеңе айтушы болма. Келістік пе? Басеке, келістік пе деймін? Басеке, келістік пе? Жауап берсеңші қане. Абайлап жүргіз. Жап мұнаны, жап. Қане, бар енді. Сабыр ет, Махир. Ұстамды болды. Достым, менің жан досым, не істеп жатырсың? Я, әрине, тағы да мен ғой. Я, неғып жатырсың? Я, сенде бір шаруан бар еді. Жеке шаруа, қазір өзіңе барған соң, қарағым-ау, қайдағы қарыз? Қарағым, сен барып тұрған қылмыскерсің. Мені бүйтіп боп салама, барған соң бәрін түсіндірем. Барған соң түсіндірем дейім. Көмектесуге тиіссің. Мен үшін әбден әуреге түстіңіз. Таксименен қайта салар едім ғой. Бізден көрші тұрады екенсіз. Ары қарай үйге кіре салам. Сіз де келсеңізші. Айға бір рет жиналамыз. Маида ханым қуанып қалар. Үйге Маида емес, Махида бол. Махида. Махида ханым қуанып қалар еді. Үйге күйеуімнен бұрын барып алайын. Қорға қатысамын деп естімеген сөзім қалмады. Үйге одан кеш барсам, мені екінші жібермейді. Махида ханым сізді көріп қуанып қалар еді. Söyle. Apa? Сәл күте тұр, өлмейсің. Қалың қалай Сұхайлы? Шаһарымыз алақандай екен ғой, ә? Байрам мырза, сендер мұнда қайдан жүрсіңдер? Сен түс, балалармен бірге қайт. Байрам мырза, бұл кісі бөтен емес. Қорға барады. Әзім мырза, консул деп едім ғой. Біздің үйдің іргесінде тұрады екен. Артқы жақта тұрады. Бірге ала кетейін дедім. Әлгі Махида ханымдар бар ғой. Түсті біздің көлікке мін. Қараш Мелек ханым да көлікті. Бірге барарсыңдар, бұл енді. Сенің қонағыңды өзім апара салайын. Рахмет әрине, мырзам, сіз не қылмаңыз? Мен жаяу бара салармын, мырзам. Болмайды. Сізді өзім апарып тастайым. Апа ана кісі кім? Бәрің бірігіп қайдан келе жатырсың?
Дар. Қайдан келе жатырсыңдар? Соны айтшы алдымен. Таныс болайық. Мен Байрам Жауһармын. Мырзам, есімім өзім Қараханла. Танысқаныма қуаныштымын. Есімім Әзім Қараханла. Сыртқы істерден зейнетке шықтым. Танысқаныма қуаныштымын. Мырзам, арада бір түсініспеушілік жоқ шығар деп ойлаймын. Түсініспеушілік жоқ шығар деп ойлаймын. Бұлай ғой, мырзам. Түсіндірейін. Үйлеріңіздің артқы жағындағы үйге бармақшы едім. Әйеліңіз бірге ала кетейін деп ілтипат көрсетті. Махиде ханыммен араласып тұрады ғой. Қорға бірге барушы едік, мырзам. Түсінбейтін түгі де жоқ, консул мырза. О, не дегеніңіз? Неге түсініспеушілік болуға тиіс? Бірақ әйелім көлікті дұрыс жүргізбейді. Сізді сол үшін өзім апарып салмақшы болдым. Бар болғаны сол. Осман мырза. Байрам. Байрам мырза. Байрам мырза, кешірім өтінемін. Құрметтім. Мырза, мен шынымен ыңғайсызданып отырмын. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Тоқташ. Қош көрдік деген берсіш? Оның алдында бір еркек болу керек, иә? Жоқ. Дұрыс келдік. Қайттан берсіш? Я, Гүлнардан кейін берсіш? Қош көрдік. Қайырлы күн. Шахин, Зәки екеуің қақпаның сол жағында тұрыңдар. Жихан, Расыл екеуің үйдің оң жағына ие болыңдар, ұқтың ба? Құдайым-ау, енді қайттым. Болған оқиғаны кәрімнен қалай жасырам? Барыңдар, мұқият болыңдар. Хулия, қайда жүрсің? 1000 рет қоңырау шалдым ғой. Не ғой? Бахар туралы хабар келген соң тездетіп әпкеме бармақшы болдым. Бірақ бара алмадым, көлігім бұзылды. Көлігің бұзылды ма? Иә. Су жаңа көлік қой, қалай бұзылып тұр? Соны өзім де түсінбедім. Жоқ, қалай бұзылып жүр? Көлігің бұзылды ма? Иә. Су жаңа көлік қой, қалай бұзылып жүр? Соны өзім де түсінбедім. Мен барып дереу әпкеме хабарласайыншы жарым. Өйткені қатты алаңдап тұрмын. Бала қалай жатыр? Жоғарыда шығар, оны да қарап қойайын. Қарап қойт, балам. Жоғарыда шығар, оны да бір қарап қойайын. Қазір оны да қарап қойайын. Сонан соң сөйлесеміз. Жем сонда не қыл дейді? Баланы алып қашқанына қарағанда ақша сұрамақшы ғой, апа. Бізден сұрамақшы ма? Бала біздің баламыз болған соң бізден сұрайды әрине. Өлтірдім оны. Біреу денесін алып кетіп жасырып қойды. Басқаша түсіндіруге келмейді. Құдайым-ай, қызымды енді қалай табам? Не істеймін? Мені тауып түрмеге тығады ғой. Өмірім астан кестен болды. Ал түйме не болмақ? Мехмет не болмақ? Бахар. Жүрегімнің жазылмайтын жарасы. Біздің хикаямыз енді осылай аяқтала ма? Құдайым-ай, бір өзің құтқара көрші.